Сәлем құрметті оқушылар, бүгін бізде Python тілінде Pythonның екінші сабағы. Бүгін біз Python тілінің алфавитін және де синтаксисімен танысатын боламыз. Ең алдымен біз интерпретатор және де компиляцияға тоқталсақ, бұл зат бізде кодты орындаудың негізгі екі тәсілі болып табылады. Енді біз компиляцияға тоқталсақ, компиляция бұл бағдарламаның бастапқы кодын толықтай машиналық кодқа аудару процесі. Бұл процесс компилятор арқылы жүзеге асады және де нәтижесінде орындалатын файл және де байт код пайда болады. Яғни бізде компиляция дегеніміз, мынау бізде C++ тілінде жазылған код. Осы кодты толықтай екілік санау жүйесіне, яғни компьютер түсінетін тілге аударады, сосын орындайды. Келесі бізде интерпретация. Бұл бағдарламаның бастапқы кодын жол-жолымен оқып, оны тікелей орындайтын процесс. Бұл әдісте код алдын ала толық машиналық кодқа аударылмайды, керісінше интерпретатор оны оқып бірден орындайды. Яғни бұл бізде Python тілінде қолданылатын зат. Ең алдымен бізде бірінші жол орындалады. Бірінші жол жаңа екі кодқа ауысады, сосын ол бізде амалдарды орындайды. Келесі екіншісін аударады және де орындайды, одан кейін үшіншісін, төртіншісін аударып, яғни бізде процесс осылай кете береді. Бізде компиляция мен интерпретация ол бізде бағдарламалау тілін машиналық кодқа ауыстыратын екі тәсіл болып табылады. Олардың бізде плюстар және де минустары бар. Интерпретация минусы ол бізде әр қатарды жеке-жеке аударып отырғаннан оған бізде көп уақыт кетеді. Ал плюсы ол бізде кодтың ішінде қандай да қате болса, сол қай қатарда кеткенін бірден ашып көрсете алады. Ал компиляция бірден аударып алғандықтан, оның бізде кодтың орындау жылдамдығы интерпретацияға қарағанда әлдеқайда жылдам болады. Дегенмен оның минусы кодта біз қате кеткен болса, оны тауып алу кішкене қиын болады. Келесі бізде Python интерпретацияланатын бағдарламалау тілі. Бұл дегеніміз онда жазылған программалаудың барлығын орындау кезінде әрқайсысы жол-жолымен екілік кодқа аударылады, сосын аударылғаннан кейін ол бірден орындалатын болады. Енді бізде Python тілінің алфавиті. Python тілінде бізде латын әріптерін қолданамыз, яғни адам бастап Z-қа дейін, үлкен адам бастап үлкен Z-қа дейінгі бас әріптер қолданылады. Келесі бізде 0-ден бастап 9-ға дейінгі цифрлар қолданылады. Және де слэш, жақша, хэштег сияқты осындай арнайы символдар қолданылады. Және де мынау бізде сақталған сөздер, бұл бізде Python тілінде қандай да бір операциялар жүзеге асыратын кілт сөздер болып табылады. Келесі бізде мынау тыныс белгілер, қос нүкте деген сияқты осындай бос орындар қолданылады. Сонымен қатар логикалық амалдар, мынау бізде үлкен, кіші, мынау бізде екі айнымалын салыстырған кезде қолданылады. Тең дегеніміз, ал мынау бізде көп немесе тең, аз немесе тең, және де леп белгімен тең, ол бізде тең емес дегенді білдіреді. Ең соңғысы бізде арифметикалық өрнектердің таңбасы, ол бізде қосу, азайту, көбейту, бөлу таңбалары. Жалпы бізде Python тілінің синтаксисі жолдың соны нұсқаулықтың соны болып табылады. Салынған нұсқаулықтар блоктарға шегіністер шамасы бойынша біріктіріледі. Шегініс кез келген болуы мүмкін, бірақ ең бастысы бір блоктағы барлық жолдардың шегінісі бірдей болмау керек. Үшіншісі, Pythonда салынған нұсқаулықтар қос нүктемен аяқталады, содан кейін оның ішкі блогы бір шегініспен жасалынатын болады. Оны біз келесі кодта көре аламыз. Ең алдымен мынау бізде бір ғана код, ол бізде бір кодтың белгілі бір операцияны аяқталғанын білеміз. Осы келесі жолға түскендіктен келесі бізде мынау if деген оператордың ішіне мына print шегініспен жазылады, және де if бізде қос нүктемен аяқталады. Осы бізде Python тілінің негізгі синтаксисі болып табылады. Келесі бізде бұл Python тілінде орындалатын операциялар, яғни біз математикалық операциялар, ол бізде қосу, азайту, көбейту және де бөлу амалдары. Келесі бізде айнымалылар. Айнымалы ол бізде Python тілінде белгілі бір түрдегі кейбір деректер сақталатын жедел жадының атаулы аймағы болып табылады. Оны біз былай түсінсек болады. Бізде жедел жадыда қандай да бір коробкалар бар. Сол коробкалардың ішіне біз мына жеріне атын жазамыз. Мысалға myInt деп жазылған. Осы myInt коробкасының ішіне біз 4 саны сақтадық, және де біз осы myInt деген шақырғанда бізде 4 саны келетін болады. Яғни біз коробканы аламыз, коробканың ішінен ашқанда 4 саны шығады.
Енді бізде айнымалының атауын жазудың негізгі ережелері бар. Ең алдымен бізде барлық әріптер және де сандарды айнымалы атауында қолдануға болады. Екіншіден бізде айнымалы атауын саннан бастай алмаймыз, және де астыңғы сызықтан бастауға болады. Мысалға 7a деген айнымалы атауын қолдана алмаймыз, бірақ астыңғы сызық name деген сияқты айнымалы қолдануға болады. Үшіншісі, айнымалы атауында бос орын қолдануға болмайды. Мысалға first name дегенде бізде мына жер бос болып қалып кеткен, бұл бізде қате айнымалы атау болып табылады. Үшіншіден, бізде айнымалы атауында үлкен және кіші әріптер әртүрлі айнымалы болып есептелінеді. Мысалға а және де үлкен а және кішкентай а ол бізде екі түрлі айнымалы болып есептелінеді. Үшіншісі, айнымалының атауларын Python командалары болмауы керек. Мысалы for, if, while деген сияқты осындай амалдар қолдана алмаймыз. Енді біз практикалық жұмыстар жасау үшін ең алдымен idle'ды ашып аламыз. Idle'да жаңағы қосу азайту амалдарын жасап көрейік. 7 көбейтілген 8, 7 бөлінген 5, 7 азайтылған 5, және де 7 қосылған 11 деген сияқты айнымалыларды операторларды көрсек болады. Келесі бізде көп азайту аз көп деген операторларды көрсек болады. 7 көп 7 ол бізде false, 7 көп немесе тең 7 ол бізде true, 7 тең 7 ол тең 7 ол бізде true болады. Келесі енді біз айнымалы жариялап көрейік. Оны ең алдымен a тең 32 деп алайық, және де a тең 16. Енді біз a-ны басқан кезде 32, ал кішкентай a-ны басқанда 16 мәні шығатын болады. Сіздермен болған мен Айдана. Каналға подписаться етіп, келесі видеоларды күтіңіздер. Сау болыңыздар.